Hyundai Accent, Kia Rio, Suzuki, Hyundai Elantra, Creta, Bayon секілді автокөліктердің бағаларын білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге Әділет, Казобзор каналына қош келдіңіздер. Ал мынандай Равон, Chevrolet Равон 2020 жылғы екен, 41.500 км жүрген, объемы 1.5, автомат, іші матадан жасалған автомат, жалпы жағдай жаман емес екен. 4 терезесі де автоматты түрде, электронды түрде ашылып жабылады. Демек, қателеспесем, оптимум комплектациядағы көлік. Бағасы 5 миллион 690 мың екен. Титанды дисктерде. Келесі автокөлік бізде Kia Rio. Титанды автокөліктер сразу. Мынау полировка керек екен, қажет ететін көрініп тұр сразу. Алдынан кішкене көлік шаршағанында көрініп тұр. 2020 жылғы 75.700 км жүрген. Қозғалышын көлем 1.6, автомат 7,5 миллионға. Іші былғардан жасалған екен. Жалпы 4 терезесі автомат түрде ашылып, автомат түрде жабылады. Және де мынандай темекі шегетін адамдарға арналған. Жақсы. Жаңбыр жауып тұрған кезде осындай болғаны өте керемет. Келесі бізде жаңа Kia Rio 2021 жылғы титанды дисклер. Так, жүрілгені 34.500 км. Алдыңғы лобовойында қыздырғышы бар екен, яғни қысқы климатқа өте жақсы. 1.6, бағасы 9.390 мың екен. Жалпы подогрев руль, яғни толық комплектация екен көріп тұрмыз. Үлкен мониторлары барлығы бар екен. Жалпы осылай. Мынандай сұр түсті. Келесі бізде Hyundai Elantra. Титанды дисктерде. 2018 жылғы. Қозғалышын көлем 1.6, 89.500 км жүрген, бағасы 8.390 мың теңге екен. Ішіне назар салатын болсақ, іші матадан жасалған, автомат. Жалпы жағдай жаман емес. Мына жерде кішкене трещиналары бар екен. Линзованный оптика. Келесі Hyundai Accent. Яғни соңғы үлгідегісі титанды дисктер. 2020 жылғы көлік 66.500 км жүрген, қозғалышын көлем 1.6, 8.790 мың теңге. Ішіне назар аударатын болсақ, көліктің іші матадан жасалған, автомат, үлкен монитор орнатылған. Жалпы көліктің жағдайы жаман емес. 66 мың км жүргенге ұқсайды. Шындыққа сай келеді. Қара түсті екен. Келесі бізде тағы да дәл осындай Hyundai Accent. Бұл да 2020 жылғы, бірақ жүрісі 49.500 км. Алдыңғы терезесінде андай жылытқышы бар, бірақ кішкене трещина да бар екен, андай тас деген. Көліктің ішіне назар аударатын болсақ, үлкен монитор орнатылған, үлкен мониторы бар. Жалпы комплектациясы жақсы. Іші матадан жасалған. Жалпы 49 мыңға сай келетін сияқты. Қара түсті. Міне айырмашылығы мынау ручкаларында екен. Мынада цвет кузова емес, наоборот хромированный ручки. Ал келесі көлікке. Келесі көлік бізде тағы да бір Hyundai Accent, бірақ титанды дисктерде емес, қалпақтарда орнатылған. Жалпы соңғы үлгідегі 2020 жылғы 72.500 жүрген екен көлік. Қозғалышын көлем 1.6, іші матадан жасалған, бағасы 8.390 мың. 4 терезесі де автоматты түрде ашылатын ұқсайды, электронды түрде. Жалпы сұр түсті екен бұл сізі. 8.390 мың. 1 миллион разница екен мына мен мынаның арасында. Келесі айта кететін нәрсе, диск қалпақ
бетіне колпак кигізіліп қойған, бірақ бұлар жұмсағырақ болады негізінде менің ойымша. Hyundai Elantra соңғы үлгідегі емес, бірақ қазір жаңасы шықты 2024 жылдан бастап. Осы жылы Кореяда шығып жатыр, 2024-те бізге келеді. 2021 жылғы 39.500 км жүрген, қозғалысын көлемі 1.6 автомат, бағасы 10 миллион 500 мың екен. Іші матадан жасалған, жалпы қатты ескірген деп айта алмаймын, жақсы жағдайда көліктің салонында. 10 миллион 500 мыңға. Ортаңғы комплектация, қатты базовый емес. Так, мынау жақсы комплектациядағы титанды дисктерде мынау автоматты түрде қоқтар жаулады екен, боковой терезелері. 2023 жылғы 11.500 км жүрген, қозғалысын көлемі 1.6 автомат, 12 миллион 600 мың. Іші матадан жасалған. Жалпы қарап тұрмыз, толық электронды прибор панелі. Жалпы жақсы комплектация екен, осыдан білеміз. Іші кейбір жерлері матадан жасалған екен. Жоқ, 1.6 объем дистрониктермен 12 миллион 600 мыңға. Так, 13 миллионға осында қара түсті Sonata. Так, қозғалтқышын көлемі 2.5, 2021 77.500 жүрген. Екі бес, және де осындай Elantra 2022 17.500 жүрген екен. Қозғалысын көлемі 1.6 автомат, 12 миллионға 11 миллион 900. Міне, іші матадан жасалған, жалпы жағдай жаман емес. Бұл да жақсы комплектация. Ішін электронды табло, ішіндегі барлықтары электронды монитор. Прибор панели тоже. Так, Toyota Camry 55. Так, титанды дисктерде 2017 жылға 74.500 км жүрген, қозғалысын көлемі 2.5 екен, 13 миллион 890 мың. Мынау 13 миллион 890, 55. Sonata 2020 жылғы 13 миллионға тұр. Ішін көрейік. Іші да бұныкі да бежевый салон, ақшыл салон екен. Кожаный. Жалпы көліктің жағдайы жақсы сияқты. Пробегі қанша еді? 74 мың ғана жүрген екен. Келесі бізде тағы да бір Toyota Camry 55 титанды дисктерде 2017 жылғы 157.500 км жүрген, қозғалысын көлемі 2.5 автомат, 12 миллион 890 мың дейді. Ішінде бізде матадан жасалған. Жалпы қарасаң қатты ескірген деп айта алмаймын. Өзінің заводтан шыққан мониторы мультимедиа ауыстырылған екен. Мен өзім заводтан шыққан қалдырғанды қалайтын ем, негізінде. Мынандай нәрсе қойып тастапты, тоже мухобойка. Із қалдырып тастайды осыны алған кезде. Бірақ дисклер, колесалар қатты шаршаған екен. Өте қатты шаршаған. Алғалы бері ауыстырмағаны, соған қарағанда. Мишлендікі тұр екен. Келесі бізде Toyota Camry 70. Toyota Camry 70-дің 18-ші дисклер, жақсы комплектацияда, яғни диодный алдыңғы артқы фаралары. Енді кішкене қоңыр түсті екен. 62.500 жүрген, алдыңғы лобовойының жылытқышы бар. Бірақ мына жерге бірдеңе тиіп сынған-ау деймін соған қарағанда. Так, 2020 жылғы 2.5 көліктің қозғалтқышын көлемі 16 миллион 300 мың. Негізі жаман баға емес. Іші қара былғардан жасалған, Prestige Plus комплектация, себебі алдыңғы орындықтарында абдув жоқ. Toyota Camry 70 қой. Жалпы жағдай жаман емес сияқты. 18-ші дискілері. Келесі бізде
Toyota Camry 70 қателеспесем престиж комплектацияда, егер дисклерін ауыстырмаған болса. Так, көліктің жүрілгені 71.200 км, 2019 жылғы. Қозғалтқышының көлемі 2.5, 14 миллион 90 мың теңге. Так, іші қара түсті былғардан жасалған, алдыңғы қателеспесем артқы орындықтарының да жылытқыштары бар. Яғни Астана қаласындағы қысқы климатқа дайындалған автокөліктердің бірі. Мынау да. Келесіне өтейік. Келесі енді бұл престижден төменгі комплектациялары, себебі дискілері осындай 17, қателеспесем 17-ші размердегі дискілер тұр. Қара түсті екен бұл да. Бұл бізде 13 миллион 990 мыңға сұрап тұр екен. 2018 жылы 42 мың ғана жүрген. Енді 2018 жылы көлікке 42 мың деген өте аз болып естіледі, мен ойымша. 2.5 автомат, іші былғарыдан жасалған, яғни ең ортаңғы комплектация деп айтайықшы, ең төменгі комплектация емес. Алдыңғы орындықтарының жылытқыштары бар. 4 терезесі автоматты түрде жабылады, ашылады. Жалпы осылай. Мына қара түсті 14 миллион, мынаусы 14 миллион 90 мың екен. Екеуінің айырмашылығы 100 мың теңге екен. Енді қаншалықты повреждение болғанына байланысты ғой. Ал Hyundai Grand Door қазіргі 2024 жылғы модель. Алдыңғы фаралары өте үлкен екен. Үлкен көрінеді екен. Santa Fe дейін. Santa Fe дейін үлкен болып тұр ғой. Ой, мына Palisade қой. Santa Fe-ның алдындағы фарасы примерно осылай негізінде. Размері бойынша. Дисклері өте әдемі үлкен. 2022 жылғы 4000 км жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 2.5 автомат, 27 миллион 990 мың, 28 миллион ғой. Ішін көрейік. Іші қара түсті былғарыдан жасалған екен. Енді көліктің жүрісі аз. Айтпақшы, осы модельден бастап қозғалтқышты скоростін ауыстыру поворотниктің астындағы тетікке ауысқан болатын. Былайынан астыға қарай, жоғары қарай, және де П-ны былайынан кнопка ретінде басатын болсаң. Матовый цвет, серый матовый цвет, скорее всего пленка ау, қателеспесем. Ладно, келесі Hyundai Staria. Мұнанікі, бұныкі одан да үлкен екен, алдыңғы фаралары. Ішінде қанша несі бар, диоды бар, қанша лампасы бар, 8 лампа бар екен. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, біреу, екеу, үшеу, төртеу, 8. Және де мынау алды былайынан жаңады. Титанды дисклер. Так, көлік 2023 жылға 2500 ғана километр жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 3.5 автомат. 28 миллион 500 мың. Яғни бұл көлік. Іші ақ түсті былғарыдан жасалған, электронды табло барлығы. Жалпы көлік идеальный состояниеда ғой. Осындай. Достар, соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер қызық болатын болса, ары қарай жалғастыру керек болатын болса, лайк басып, астына комментарий қалдыра кетіңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет.